Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен яблочный пирог жасап үйренеміз. Барлық заттарымызды дайындап аламыз. Барлық затымыз біздің бөлме температурасында болуы қажет. Майымызды көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, бөлме температурасында еріген. Қаймағымызды салдық. Ары қарай жұмыртқа, қантымызды, разрыхителімізді бірінен кейін бірін салып, отырып араластырамыз. Менде уксус 9%-лық крышкасымен бір крышка құясыздар. Ұнымызды салғанда бірден салып жібермейміз. Шетінен салып отырып, қолымызға жабысатындай өте жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз тығыз болып қалса, біздің пирогымыз қатты болып шығады. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына бізге қант, алма және мен смородина қостым. Сіздер қалауларыңызша малина, ежевика қосуларыңызға болады. Міне біз алмамыз бен қантымызды жақсылап араластырдық. Үстіне смородинамызды араластырдық. Міне біздің салмамыз дайын. Енді біз қамырымызды жаюға кірісеміз. Міне біздің қамырымыз 10-15 минут дем алды. Қамырымыз жабысқақ болғандықтан оның көмегімен жайып аламыз. Міне осындай қамыр шықты бізде. Бұл қамырды біз 3-тен 1 бөлігін бөліп аламыз. Үлкен бөлігін астына, кіші бөлігін үстіне жібереміз. Үлкен бөлігін жайып аламыз. 24 диаметрлік форма болатын болса, біз 26-28 қып жаюымыз қажет. Яғни бортиктарын шығару үшін. Формамызға салдық. Мен шет-шетіне бортиктарын жабыстырып шығамыз. Егер менің каналым ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір жазуларыңызды сұраймын. Міне салмасын салдық. Бетіне жаңағы 3-тен 1 бөлік тестаны жаямыз. Қатты жұқа қылмаймыз. 24 диаметрлік болса 24 қылып жайып шығамыз. Бетін осылай пышақпен кесіп шығамыз. Видеодағыдай сәл жайып жібереміз. Міне біз формамыздың бетіне қойдық. Шет-шетін осылай жабыстырып шығамыз. Бетіне жұмыртқамызды жағып 180 градуста 30 минутта пісіріп аламыз. Енді әркімнің пеші әрқалай болғандықтан қызарғанша пісіріп аласыздар. Піскеннен кейін формадан сразу алмаймыз. Толық суығаннан кейін ғана барып біз формамыздан шешетін боламыз. Арасы влажный болып, яғни алманың болып піседі. Міне біздің пирогымыз дайын. Жасап көріңіздер, өте жұмсақ, әрі дәмді, әрі биік болып шығады. Астарыңыз дәмді. Сіздермен болған Айдана.